66 метрді құраған. Примерно 22 этаждық үй деп санай беріңіздер. Үй өте жылдам. Адамдардың бәрі мына үлкен айналатын жерін қатты жақсы көретін. Бұл горкада бір емес, бірнеше қауіпті жағдайлар болған. Біріншісі, ағаш детальдардың бірі бұзылып, пойыз қимылдап кеткен. 20-дан көп адам жарақаттанған, көбісінің мойны сынып кеткен екен. Ешкім өлмеді, бірақ осы жағдайдан соң горканы толықтай жөндеп шықты. Әсіресе жаңағы айтқан айналатын жерді. Екінші сұмдық жағдай 2009 жылы болды. Бір әйел горкаға ұшқан соң басыма қан кетті деп жалобы жасады. Содан кейін ойбай, тағы біреудің басына қан кетіп жүрмесін деп горканы бірер күндерге жауып тастап, тағы да жөндейміз деп ойлап еді. Бірақ уже әбден ескірген горка деп, әрі жөндеу қымбатқа түскен соң аттракционды толықтай бұзып тастады. 2013 жылы Техастағы парктердің біріндегі американский горкада Рози атты 52 жасар әйел пойыз төбеден пәске қарай түсіп жатқанда орындықтан шығып кетіп, соншама биіктіктен жерге құлайды. Өкінішке орай, өздеріңіз де біліп тұрған шығарсыздар, әйел қайтыс болды. Бейшара әйел горкаға отырғанда орындықтарды реттеп жүрген жұмысшыға «Чё-то менің орындығым бос сияқты ғой» деп айтқан екен. Бірақ жұмысшылар болса «Жоқ, бәрі жақсы, уайымдамаңыз» деп қоя салған. Алайда сосын не болғанын уже білеміз. Кейін горканы жауып қойып, не болды екен деп тексеріп жатқанда